ал балам. Мен бүгін балабақшада күшті жаттау жаттадым. Қандай жаттау? Кәнеке айта қойшы. Тігідік ат жаптым, Индиядан қыз таптым, оның аты Ананди, бетін ашсаң Каляни. Аружан Жамалбек, келіңіз. Бірінші сұраққа дайынсың ба? Иә, дайын. Бірінші сұрақ. Машинаның моторы қалай жұмыс істейді? Машинаның моторы? Қалай жұмыс істейді? Машинаның моторы бұж-бұж деп жұмыс істейді. Мен саған бір қызық анекдот айтып берейін ба? Я, айтшы, бүгін мен көңіл-күйім жоқ еді, бір күлейін. Онда тыңда. Бір күні қоян мен колобок ерегісіп қалыпты. Сосын қоян колобокқа шығасың ба депті. Колобок шығам, бірақ бастан ұру жоқ депті. Әр жамандыққа жақсылықпен қайтару керек дейді ғой. Сол рас па? Рас қой, қызым, рас. Онда маған 5 теңге бересіз ба? Мен сыначкені сындырып қойдым. Не дейді мынау қыз? Қала дейін екен ғой. Қала деймін ғой. Қалампыр, давай орысша сөйлесейік. Біздің қалан қыздар деп ойлап қалсын. Біз орысша білмейміз ғой, қалай сөйлесеміз? Айтып берейікші. Жарайды онда. Фу, Шантозан пришла. Сенің сөзіңден у меня күлкі пришла. Кстати, я тебе вчера позвонила, что-то телефон не поднимала. Ой, Сандыгуль, я вчера голову стирала. Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыз, бабай. Қазір белгілеп алайын. Ей, тыныш! Оқушылар, біздің сыныпқа жаңадан оқушы ауысып келді. Аты Қарашаш. Қарашаш, орнынан тұршы. Сен санауды білесің бе? Я білем. Кәне санашы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арғарай білесің бе? 8, 9, 10. Балет дамы король тұз. Саламатсың ма, кел қызым, не берейін? Маған ана тұрған 3 килограмм кәмпитпен 200 грамм картоп беріп жіберіңізші. Сен қызым шатастырып тұрған жоқсың ба? Мүмкін керісінше шығар. Жоқ апай, біздің үйде бүгін көп апалар келді. Кәмпитпен шай ішеміз дейді ғой. Дана, неге бұңайып отырсың? Жаба болды ғой. Не болды? Отырсай шайтан. Ал енді айта бер. Қасиет құрбым, қазір екеуміз отырған орында жаңа ғана боялған екен. Қош! Салтанат, сізде көршің қарызға ақша сұрады ғой? Қанша? Көп па? 100 000 теңге. Соны мен бердім ба? Сол бермей үшін оянып кетті ғой. Қызым, сенің сабағың қалай?
күнделігіңді берші көрейін. Жарайды, мама. Так, математика 2, тарих 2, физика 2, ән күйі 5. Қыз, сен сабағыңды оқымай немене жетісіп ән салып жүрсің, Мама, қалай жеттіңіз, қиналып қалған жоқсыз ба? Ой қызым, зорға жеттім. Қаланың шетінде ғой үйлерің. Неге сонша ұзақтан ағасыңдар үйді? Енді бұл жақ 3-4 жылдан кейін центр болады ғой? Әй қызым, бұл жер центр боламын дегенше, сен кемпір боласың, айналайын. Мама, мен күшті өлең шығардым. Ой балам, кәне қандай өлең? Махаббат туралы өлең. Жарайсың балам, кәне айта қойшы. Қазақтар махаббатты талай айтқан, махаббат өмір жоқ деп абай айтқан. Махаббаттан басың қалсын деген сөзді әдебиеттен беретін апай айтқан. Балам, әдебиет апайың дұрыс айтты.